Сәлеметсіз, есімім Арыстанбек Батур. Туғым сейсенбі күні сағат 3-тен 4-ке дейін. Бірінші сұрақ. 18 ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ хандығының саяси жағдайы, Әбілқайыр ханның Ресей империясымен одақтық шарт жасауы. 18 ғасырдың басында қазақ хандығы ауыр саяси жағдайда болды. 17 ғасырдың соңынан басталған жоңғар шапқыншылығы елдің тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына үлкен қауіп төндірді. 1723 жылы болған Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама атты қасіретті оқиға қазақ халқының тарихындағы ең ауыр кезеңдердің бірі болды. Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте қазақ жүздері арасында бірлік әлсіреп, әр хан өз иелігін қорғауға мәжбүр болды. Ол жағдай сыртқы саясатта да күрделі ахуал туғызды. Осы кезде кіші жүздің ханы Әбілқайыр елін сақтап қалу үшін Ресей империясымен одақтық қатынас орнатуды дұрыс шешім деп санады. Сөйтіп 1731 жылы Әбілқайыр хан Ресей патшайымы Анна Иоаннаға елшілер жіберіп, Ресейдің проекторатын қабылдау туралы өтініш жасады. 1731 жылы 19 ақпанда Анна Иоаннаның жарлығымен кіші жүз Ресейдің қол астына өтті. Әбілқайырдың бұл шешімі екі жақты сипатқа ие болды. Bir жағынан ол қазақ жерін жоңғарлар мен башқұрттардың шабуылынан қорғауға мүмкіндік берді. Ал екінші жағынан Ресейдің отаршылық саясатына жол ашты. Осыдан бастап Қазақстанның тәуелсіз сыртқы саясаты шектеле бастады. Екінші сұрақ, әскери отарлау және бекіністердің салынуы. 18 ғасырдың екінші жартысында Ресей империясы қазақ даласында әскери бекіністер мен шептер сала бастады. Бұл бекіністер алғашында қазақ жерін қорғау мақсатында салынғанымен, шын мәнінде қазақ халқын бақылауда ұстау және отарлау болып саналатын. 1740-1760 жылдары Орынбор, Омбы, Семей, Өскемен, Петропавл, Көкшетау сияқты ірі әскери бекіністер мен шептер көптеп салына бастады. Кейіннен Орал, Ертіс және Сырдария бойында жаңа шептер пайда болды. Бұл бекіністер арқылы Ресей империясы қазақ жерінің экономикалық және саяси өмірін біртіндеп өз бақылауына ала бастады. Әскери гарнизондар қазақтардың көшіп қону жолдарын шектеп, олардың жерлерін тартып ала бастады. Қазақ халқының дәстүрлі мал шаруашылығы бұзылып, жер тапшылығы пайда болды. Ресей әкімшілігі әскери күш арқылы қазақ руының арасындағы қайшылықтарды пайдаланып, олардың саяси бірлігін әлсіретті. Келесі сұрақ, отарлық реформалар мен Қазақстанға орыс шаруаларын қоныс аударту саясаты. 19 ғасырдың екінші жартысында Ресей империясы Қазақстанда отарлық реформаларын жүзеге асыра бастады. Сөйтіп 1822 жылы Сібір қырғыздары туралы ереже, яғни Спиранский реформасы қабылданып, орта жүздегі хандық билік жойылды. 1824 жылы кіші жүздегі хандық жүйе біржолата жойылды. Оның орнына аға сұлтандар мен болыстар, сұлтандар мен облыс әкімдері тағайындалды. Бұл қазақтардың өз жерлеріне билігінен айырылудың бастамасы еді. 1867-68 жылдары әкімшілік реформалар бойынша қазақ жері Түркістан, Орынбор және Батыс Сібір генерал-губернаторлығы болып бөлінді. Әр аймақтың басында Ресей империясының өкілі тұрды. Билік тікелей империяның бақылауына өтті. Кейін 19 ғасырдың соңында және 20 ғасырдың басында Ресей империясы қазақ жерінде орыстарды қоныс аудару саясатын күшейтті. Столыпин реформасы кезінде, яғни 1906-12 жылдар аралығында миллиондаған орыс және украин шаруалары қазақ жеріне жаппай қоныс аудара бастады. Салдарынан қазақтардың шалғай жерлерінен айырылып, шаруашылық құрамы бұзылды. 20 ғасырдың басында қазақтардың үлес жері 30%-ға дейін қысқарды. Бұл әлеуметтік және ұлтаралық қайшылықтарды күшейтті. Келесі сұрақ, мәдени ағартушылық, отарлық және қазақтарды шоқындыру мен орыстандыру саясаты. Отарлық саясат тек
саясий және экономикалық қана емес, рухани және мәдени деңгейде де жүргізілді. Ресей империясы қазақ халқын орыстандыру және шоқындыру саясатын іске асыруға тырысты. 19 ғасырда орыс мектептері, приходтық шіркеулер мен миссионерлік ұйымдар қазақ даласында көбейе бастады. Бұл мекемелердің басты мақсаты қазақ халқын өз дінінен, тілінен және дәстүрінен айыру. Патша әкімшілігі қазақтардың ислам діні мен араб жазбасын шектеу, оның орнына орыс тілін міндеттеуге тырысты. Сонымен қатар мәдени орталық саясатқа қарсы қазақ ағартушыларының қозғалысы күшейді. Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абылай Құнанбайұлы сияқты тұлғалар халықтың білім мен ғылымға ұмтылу арқылы рухани тәуелсіздігін сақтауға шақырды. Олар Ресейдің озық мәдениетін үйрене отырып, ұлттық бірегейлік қорғаудың жолын көрсетті. Мәдени ағартушылық қозғалыс қазақ қоғамының жаңа ұлт саналы интеллигенциясы қалыптастырды. Бұл интеллигенция кейін алаш қозғалысының негізін қалады.